Қайырлы күн, құрметті ақмолалықтар. Мен Жақшақов Қуаныш Ғибадатұлы, Ақмола облысының мәдениет, архивтер мен құжаттамалар басқармасының Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің директоры. Ашық бюджет жобасы аясында 2020 жылғы қаржылық көрсеткіштермен таныстыруға шақырамын. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі 2020 жылы өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өткен біздің өңіріміздің көне мәдени білім беру орталығының бірі. Сондай-ақ музей облысымыздың мемлекеттік және қоғамдық музейлеріне ғылыми әдістемелік орталық болып табылады. Бай қор жинағы жыл сайын жаңа коллекциялармен толықтырылады және қазіргі таңда 120 мыңнан астам музейлік экспонат бар. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны қызметінің негізгі бағыты Ақмола облысының тарихи ескерткіштері мен мәдениетін жүйелі түрде зерттеу, насихаттау мен сақтау байланысты ғылыми зерттеу және мәдени білім беру қызметін ұйымдастыру болып табылады. Өлке тарихын зерттеуге бағытталған музейдің ғылыми қызметі ұлттық тарихтың дамуына белгілі бір үлес қосуға мүмкіндік береді. Перед музеями также поставлены задачи сохранения национального многообразия, широкое продвижение историко-культурного наследия Казахстана, формирование духовно-нравственных ориентиров нового казахстанского патриотизма. В 2020 году на основании постановления Акимата Акмолинской области за номером А-2/51 от 7 февраля 2020 года произведена реорганизация коммунального государственного учреждения Акмолинский областной историко-краеведческий музей, Управление культуры, архивов и документации в государственное, казенное, коммунальное предприятие Акмолинский областной историко-краеведческий музей, Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области. 19 мая 2020 года состоялась процедура регистрации в органах юстиции. В состав государственного коммунального казенного предприятия Акмолинский областной историко-краеведческий музей входит один областной музей, расположенный в городе Кукшетау, в структуре которого функционируют следующие отделы: научно-исследовательский отдел учета фондов, научно-исследовательский отдел общей истории, археологии и этнографии, научно-исследовательский отдел современной истории, научно-исследовательский отдел природы и экологии, отдел научно-методического обеспечения, выставочный отдел и экскурсионно-массовый отдел, а также 7 филиалов, расположенных в районах Акмолинской области: Атбасарский историко-краеведческий музей, Атбасарский литературный музей Ильяса Симберлина, Мариновский историко-краеведческий музей, Элементалский историко-краеведческий музей имени Богембай-Батыра, Степногорский историко-краеведческий музей, Щучинский историко-краеведческий музей, историко-краеведческий музей Бурабая и музей под открытым небом Ботай-Бурабай. Штат музея составляет 127 единиц, из них 47 научных сотрудников, в том числе 1 доктор наук и 7 магистров. Фонд заработной платы составляет 156 миллионов 975 тысяч тенге. Общее финансирование за 2020 год составило 250 миллионов 851 тысяча тенге, в том числе трансферты с республиканского бюджета 17 миллионов 995 тысяч тенге. Местный бюджет 222 миллиона 289 тысяч тенге. И на укрепление МТБ выделено 10 миллионов 567 тысяч тенге. За отчетный период, согласно разработанной бюджетной заявке, приобретено для Мариновского историко-краеведческого музея 2 электрических котла на сумму 1 миллион 450 тысяч тенге. Для более плодотворной работы музея, а именно проведения экспозиционно-выставочной работы, выездов в историко-этнографические и археологические экспедиции, для сбора материалов и предметов музейного значения приобретена автомашина «Газель» на сумму 10 миллионов 267 тысяч тенге. МФУ многофункциональное устройство на сумму 58 тысяч тенге. Компьютер в комплекте на сумму 198 тысяч тенге. За счет сложившейся экономии по государственным закупкам приобретены холодильник на сумму 48 тысяч тенге. С целью пополнения фондов музея приобретен предмет музейного значения в количестве 1 единицы утюг конца 19 века на сумму 200 тысяч тенге. В рамках музейного проекта «Музей Хасара», посвященного столетию Акмолинского областного историко-краеведческого музея, проведены следующие мероприятия. Международная научно-практическая онлайн-конференция «Музей тариха біздің жадымыздың тариха. История музея, история нашей памяти» на платформе Zoom. В рамках онлайн-конференции состоялось пленарное заседание с участием ученых, историков и известных музеологов Казахстана и России, коуч-сессия, мастер-классы от ведущих музеологов Казахстана и России. Изготовлена малая архитектурная форма 100 лет на сумму 1 миллион 151 тысяч тенге. Подготовлен и выпущен фотоальбом «Қасиетті қазына» на сумму 1 миллион 433 тысячи тенге. 2020 жылы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру және Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің 100 жылдығына арналған шаралар аясында
Ақмола облысының әкімдігінің қолдауымен Ақмола облысы тарихи-өлкетану музейі 38 миллион 62 мың теңге сомасы көлемінде орта ғасырлық Жәнібек хан кесенесін зерттеу жұмыстарын жүргізді. Аталған жобаның мақсаты кесенені зерттеу, жерлеу орындарын іздеу, табиғи ғылыми әдістермен кесенені даталау. Табылған материалдарға камеральды өңдеу жүргізілді. 6 адамның қаңқасы Уфа қаласындағы Башқұртстан Республикасы Ресей антропологтарға қосымша сараптамаға жіберілді. Олардың негізінде жұптық қорында жерленген ерлі-зайыптар 2 адамның сыртқы келбеті қалпына келтірілді. Палеогенетикалық зерттеулерге арналған үлгілер Жәнібек шалқар кесенесінің аумағында жерленгендердің генетикалық тиістілігін анықтау үшін Швецияның Uppsala қаласындағы зертханаға жіберілді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің күніне орай облыстық музей 153 мың теңге сомасында ұйымдастырылған үздік экскурсовод 2020 онлайн байқауын өткізуге бастамашы болды. Халықаралық аймақаралық ынтымақтастық форумына қаланы дайындау барысында облыстық музей ғимаратының қызметі 850 мың теңге көлемінде сәулеттік жарық сәулелерімен безендірілді. Бұл Ақмола облысы тарихи-өлкетану музейінің 2020 жылға арналған қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері. Назарларыңызға рахмет.